Қалайық. Енді былай жасайық. Облыстың әкімі өз уәде беріп отыр. Қазір қалып барлықтарыңызды қабылдайық. Бір-бірімізді сыйлайық. Құрметті қалайық. Біз мынау қасиетті Рамазан айында келіп отырмыз. Қасиетті Рамазанында айтады. Барлығымызды тақуалыққа шақырады айналайындар. Сабырлыққа шақырады. Біз енді мынау киелі қалада отырмыз. Түркістан деген киелі қала. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз отыр. Біз соғыстың арбағын сыйлайық. Сондықтан айналайындар. Әкімнің қабылдауында боласыздар. Жарай ма? Сабырлы болайық. Я, мынау бізді Түркістан қаласының тұрғын деп айтады. Бүкіл ел біздің Түркістан қаласының рухани астана деп айтады. Сонда немене біздің рухани деңгейіміз осылай болды ма? Осы түсіністікпен қарай айналайындар. Сондықтан мынандай жағымсыз нәрсені түсінеміз. Сіздердің сұрақтарыңыз көбісі дұрыс, бірақ көптеген тілектер жүзеге асып жатыр. Оны көруіміз керек. Біз жақсылықты көре білуіміз керек, бағалай білуіміз керек, қадірлей білуіміз керек. Аса мейірімді, ерекше рақымды, шексіз құдіреттің иесі Алла тағала осы өзіңнен қол жайып отқан пенделеріңнің, осы жалпы халықтың ниетін, арманын орындалуын нәсіп ете көр. Әрқайсы біздің ниетімізді, пейілімізді, мақсатымызды, бағытымызды, керек десеңіздер ойлаған ойымызды Алла тағала өзінің үйлесіміне ала көр. Елімізде мәңгілік бақыт болсын, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Әр үйдің, әрқайсыңыздың есіктерің жақсылыққа ашылсын, дастархандарың жақсылыққа жайғызсын. Әрбір атқан таңдарыңыз тек қуаныш пен бақытқа бөлінсін. Аллаху акбар.